Қара, мынау амортизатор. Мынаны сен белгіледің ба? Өзің? Мынаны сен белгіледің. Неге белгіледің? Алды екен, көрсетушің ғой, үнемі солай істейсің ба, бұрыннан солай істейсің ба? Өте дұрыс, молодец, Бірақ бұны білетіндер бар, білмейтіндер бар. Бізде баяда былай мынау орға бүйтіп келгендер бар. Осын тиіп жүрді, ауыстырған тиді, сөйтіп жүре береді, қажайды. Бірақ бұл қатты бұра жіберсең, ол қажаған ештеңе емес. Мысалы біз Каяба сатамыз, Токико сатамыз, оригинал аласың ба, Сенсен, ең қымбаттан амортизатор қандай алсан да, мысалда, егер мынау дұрыс болмаса, амортизатор уақыттан бұрын кетеді. Енді біз бір нәрсе айтпас бұрын үш нәрсеге сүйенеміз: логика, теория, практика. Мен практикамда бұл болған жоқ, теорияда ондай анық жазылмаған, бірақ логикаға сүйенсек наңаранды. Мынау от алып тұр, стрелка тұр, көрме, сен сәл күттай былай белгіленің ғой, міне стрелка. Осы мынаның қақ ортасына түсу керек. Центр. Міне өзінде солай шығып тұр ғой. Неге? Мынау енді алдыңғы неде опорный ойнай береді ғой, былай айналдырып жібересіз, проблема жоқ. Мынау өте маңызды. Неге? Мынаңара өткен градус басқа, көрдің бе? Мынаны біз қазір сәл былай қарай өзгертсек, былай өзгерткен күйді салып жіберсек, оны клиент байқай алмайды. Былай өзгертіп жіберсек, ол қажайды. Ол сразу білінеді. Мына үстің жағын қажап тастайды опорныйға. Енді біз шамалы өзгерткен жағдайда бір 20 градус, 10 градус, онда амортизатор уақытынан бұрын кетеді. Бұны біз логикаға сүйенеміз, енді ақылға. Неге? Мынау сәл бұрған кезде, көрдіңіз бе, ортасы, центр ортада тұрған жоқ. Бір жаққа қарай, мына штокты бір жаққа қарай тартады, яғни. Мына ішінде сальник бар, және мынаны ұстап тұрған темір бар ғой. Сол темірді сен ойла, обычно біз рульді бұрған кезде до конца мынаған нагрузка түседі, шамалы мынаны қайрат, оны байқауға болады. Бұрған кезде кетіп тұрған амортизаторлар бүйтіп тартады. Ал енді сен мынаны сәл қисық салып жібердің, оны 15 градус шатастың ғой. Ол дымда қалмайды деп ойлайды да, ешкім көрген жоқ, білмей қалады, анау білмей қалады, жүре береді. Мына амортизатор уақыттан бұрын кетеді. Неге? Мынаны не істейді? Бір жаққа қарай тұрады, үнемі. Сальник не істейді? Сальниктің бір жағына күш түсіп тұрады да, бір жағы бос, орын ала бастайды. Содан уақытынан бұрын май шығып береді. Яғни 1 жыл жүретін амортизатор, 10 жыл жүретін амортизатор, 5 жыл деген сияқты уақытын қысқартады. Оны ешқандай водительде ешкім ештеңе дәлелдей алмайды. Және бұл практика жүзінде дәлелденбеген, және де бұл логикалық тұрғыда белгілі да, мынау ортасы емес. Көрдің бе? Бүйткен кезде ол шамалы мынау углдың өзін қарашы, қалай тұр. Мысалы бүйтсең өзгеріп кетеді разница. Сондықтан да біздің амортизатор ауыстырғанда тек қана сапаға емес, ауыстыру жұмысына да осыған мән беруіміз керек.